Сәлем достар, парақшаны жоғалтып алмау үшін тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Тағы да қызықты видеолар салатын боламын. Өткен заманда 3 кісі жасаған екен. Олар еш еңбек етпей, өздері жайлы мақтанып, сөйлеп жүреді екен. Өздерінің кездестірген ғажайып оқиғаларын айтып береді екен. Барлық адамдар олардың сөздерінің өтірік екенін білетін еді. Бір күні көрші ауылдан бай кісі кедейлерге көмектесу үшін келеді. Оны көрген 3 кісі оны алдап, байлықтарын ұрламақ болады. Олар бай кісінің алдына барады. Оған тынбай сөйлей бастайды. Олардан біреуі байға: "Бір ойын ойнайық, бірлеп өмірімізде болған ғажайып оқиғаларды айтайық. Кімнің оқиғасына сенбесек, сол жеңіледі. Жеңілген адам жеңген адамға құл болады. Келісесіз бе?" деп байдан сұрайды. Бай кісі оған келісімін береді. 3 айлакер кісілер енді біз жеңеміз деп ойлайды. Себебі олар оқиға айтуда шебер еді. Сосын олардан біреуі оқиға айтуды бастайды. "Мен анамның ішінде жатқанда, анам жамбо жемісін жегісі келіпті. Әкемнен сол жемісті алып келуін сұрағанда, әкем әкеліп бермейді. Анам ағаларыма айтыпты, олар да әкеліп бермепті. Сонда мен анамның ішінен шығып, секіріп, жамбо жемісін алып анама әкеліп беріп, ішіне қайта кіріп кетіппін", дейді. Ол әңгімесін айтып болып байға қарайды. Бай "Сендім" деп басын ырғып жауап береді. Сосын екінші жігіт оқиғасын айта бастайды. "Мен 2 жасымда орманға ойнау үшін бардым. Ол жерде жержаңғақ ағашын көрдім. Одан шығып, тойғанша жержаңғақ жедім. Соң ұйқым келіп, ағаштың басында ұйықтап кетіппін. Оянғанымда есе, ағаштан түсе алмай, айқайлап қалдым. Сосын ауылдан сата апарып, ағаштан түстім", дейді. Бай кісі "Сендім" дейді. Соң 3-ші жігіт оқиғасын айтады. "Бала кезімде көшеде қоянды көріп қалдым. Оны ұстау үшін артынан жүгірдім. Қоян бұталар арасына кіріп кетті. Оның артынан кірдім. Кіргенде оның орнына жолбарысты тауып алдым. Жолбарыс мені жемекші болды. Ашуланып, басынан ұрдым. Жолбарыс сол жерде өліп қалды", дейді. Бай басыны ырғып "Сендім" дейді. Кезек өзіне жеткенін сезіп, бай өз оқиғасын айтады. "Бір кездер мақта даласында 2 қызыл мақта өсетін еді. Олардың жапырағы жоқ еді. Бірнеше күннен соң қарасам, жапырағы өсіп шығыпты. Жапырақтың арасынан дән пайда болады. Дәндерін алып, ұрып жардым. Ішінен 3 бала шықты. Мен оларды жерімде істеттім. Олар жалқау болғаны үшін менен қашып кетті. Мен оларды іздеп келдім. Олар 3 еді. Сол үшін сен 3 менімен кетесіңдер", дейді. 3 кісі қорқып, не айтуын білмей ойланып қалады. Егер байдың сөзін дұрыс десе, оның оқиғасына сенген. Егер дұрыс емес десе, ойында жеңілген байдың құлы болатын еді. Олар маңдайынан тер шығып, қорқып отырады. "Бай, не дейсіңдер? Менің оқиғама сенесіңдер ме? Дұрыс па, әлде бұрыс па?" деп сұрайды.
үш кісі ештеңе айта алмай тұрып қалады. Сонда бай кісі: қателіктеріңді түсіндіңдер деп ойлаймын. Енді ешкімді алдаушы болмаңдар. Бұл жолы сендерді кешіремін. Өз еңбектеріңмен адал жұмыс істеңдер дейді. Үшеуі өз қателіктерін түсінеді. Сол күннен бастап олар адал еңбекпен жасайтын болыпты. Ешкімді алдамайтын болыпты.